Қыздар, ақшасы жоқ жігітке ешқашан тұрмысқа шықпаңдар. По любви, анау мынау дегеннің барлығы далбаса. 2 ай 6 айдан кейін махаббаттың сахабаттың бір шетте қалады, кейін күн келеді. Анаңа 7 мартта сыйлық апарғың келсе, өзі бүйтіп отырғанша жәніп күте тұршы, Аллах береді ғой. Ондай сөздерден міне ұрыс шығады, айқай шығады, махаббат, сыйластық деген араңда жойылады. Одан кейін онымен түнде ұйықтағың да келмейді. Одан кейін сендердің өмірлеріңде секс та жоқ болады. Bir кезде ажырасасың, сонымен ешек құсап, еркек құсап, сол үйді бағам деп ажырасатындар ажырасады, қалатындар өмір бойы ешек болып өтесің, еркек болып өтесің, әйел екеніңді ұмытып. Поэтому қыздар тұрмысқа шықпай жатып, өтініш, ана махаббатқа өтірікте мас болмай жатып, жігітіңнің ақшасын санап болып тұрмысқа шықшы. И осыны құрбыңа жібер. Ақша жоқ еркектер керек емес вообще.